заң. Осы заң шығу үшін мен ән айтуым керек болған шығар. Әншілік мансабыңызды бастап жатырсыз ғой енді. Өнер жолында сол себепті бұл сұрақты қойған сізге де орынды деп ойлаймын. Фонограммаға қатысты заңнама шығып жатыр. Осыған қатысты пікіріңізді біле аламыз ба? Мен дайындық барысын бастап кеттім өз басым. Мен де жан дауыста айтқым келеді. Жалпы шағын жерлерде өзім жан дауыста аспапта ойнай отырып айтып жүр. Қазіргі уақытта сіздің осы киноңыз болсын, өзіңіздің жеке творчествоңыз өте жақсы дамып келеді. Рахмет. Бұл мәні феномені неде деп ойлайсыз өзіңіз? Ненің? Осы сіздің қазіргі былайша айтқанда халыққа кеңінен таралып Мен өзім бірақ сізбен айтайын, дәл қазіргі уақытта Аллаға сан шүкіршілік етемін. Жақсылық жасап жатқандардың саны басым, жақсылық тілеп жатқандардың саны басым. Кішкене бір теріс тілек айтып жатқандарда баршылық, бірақ бәріне жақсылық тілеймін. Ел талқылап жатса, егерде бір жобаны, әнді, ол басымызға келіп қонған бақ деп айтар едім. Сондықтан да өз басым қазір үлкен бақыт құшағында жүрмін. Халықтың махаббатына бөленіп жүрмін. Барлығының аппақ баталарын алып жатырмын. Ең бастысы осы бір Алланың қолдауымен бәрі халықтың арқасы. Сондықтан да пейілімізге сай шығар, ниетімізге сай шығар, шүкіршілік етемін. Бәрі күшті, рахмет. Алматыдағы қазіргі күні бірінші орында тұрған Миллениум ресторанына келіп жатсыз. Осы жерде алдын болдыңыз, Мен Миллениум мейрамханасына екінші ретпін. Өткен жолы бір тойда болған болатын. Кіре салып мен бірден әдемі атмосфераны сезіндім. Фишкасы бар. Мен өзім ресторатормын ғой негізі. Келе салып отыра салысымен бәріне жеке дара ағаш кесемен қуырдақ беретіндеріңіз ұнайды. Фишка ондай дүниені ешқайдан көрмегем. Адам қарны ашып келеді ғой, бірден қуырдақ жеп көңілге көтеріледі. Қазақтың ұлттық тағамы. Екіншісі, ортасында ешқандай кедергі жоқ, бағандар жоқ, акустика. Ең қатты бірінші үлкен сапа ол акустика. Келген қонақтың мазасы кетпеу керек. Кейде ресторан әдемі тұрады да, акустика нашар тұрады да, адамдар мазасы кетіп далаға шығып кете береді. Ми ауырады. Бұл жерде акустика, жаңа кабинетін көрдім. Жас жұбайларға арналған бөлме, барлығы керемет дайындалған, жасалған. Мен қатты ризамын. Алайса, болашақта отбасында үлкен той болып жатса, Алматыға келіп жасасам сіздерге келемін. Мен өзім сырттай танимын, енді керемет Мөлдір ханым, ақ көңілсіз, пейіліңіз кең. Қазақты қолдауға шаршамаймыз, Атағыңыз арта берсін, киноларыңыз құдай қаласа аншлаг болсын, келесі киноларда көріскенше келесі болсын, енді күтеміз. Айдаладағы бір адам, парақшасы жабық, көңілдесі бар, оған біршама қымбат құнды сыйлықтар алып берген, пәтер алып берген, көлік алып берген, қымбат шуба, бриллиант барлығы қазір оның үстінде деген бірінші комментарий. Менің осы тақырыпқа байланысты бірінші естіген ақпаратым осы болды. Бұл өтірік, бұл жалған, Тұрсынбек бұндай жағдайға бару мүмкін емес деген ойым 14 жылға созылып кетіпті. Өзімді бір еркіндікке жіберген болармын. Қателік жасадым, қойдым, болды деген жауап қайтарды маған. Мен сендім. Мойындайтын беді? Ашық түрде айтатын беді? Ашық түрде айтпай. Өзім бөлек қонақ үйде бөлме алып жалғызым жаттым деп айтады болды. Басында кешірім сұрайды, амалын табатын. Кешірім сұрайды ғой енді, кешіресің ғой. Себебі мен оны сағынып тұрам. Үйге кіріп келсе екен деп. Аңсап кеттім, аңсап. Шіркін-ай енді бір алыстан қатты. Айтамда бір Тұрсынбек пен Мөлдірдің историясы бүкіл Қазақстанды шулатты деймін да. Енді Тұрсынбек сондай болды екен деп, семьясын тастап, екінші әйел алды деп, тек жаңалық ашып масқара болдыңдар ғой, как будто бір тегі басқа семьяларды ондай бір жоқтай. Енді семья болған кейін неше түрлі нәрсе жағдай болады ғой, неше түрлі өмір ғой, бұл өмір деген сонысымен қызық дейді ғой. Енді бір Тұрсынбек сөйтіп семьясын тастап кетті деп бүкіл еркекті қаралап, бүкіл еркекті жамандап, бүкіл еркекті жек көрудің қажеті жоқ бұл жерде. Оны неше түрлі мықты жауапкершілігі мол, мықты ер азаматтарымыз көп қой. Просто оларда сондай болу керек болды.
значит солай болу керек болды. Оны әңгіме қылудың керек жоқ негізі. Семья у всех разные. Сол сияқты бір семьяда сондай болды екен деп ер азаматтарымызды жығып төмен түсіріп дәрежесін үйтудің қажеті жоқ. Лучше әйел адамдар өздерімен алсын, өздеріне қарасын, өздерінің удобный әйел болуды қою керек. Удобный әйел болғаннан оның бәрі өзіне қарап, өзін әйел бірінші орынға қою керек, өзін жақсы көру керек. Өзін жақсы көрген әйелді күйеуі де жақсы көреді. Тікелей эфирде отырсам, бір еркек келіп маған айтады, абзал мөлдірмен Тұрсынбек жайлы дым демедің ғой, неге үндемей қалдың, айтсайшы халық күтіп отыр ғой дейді. Мен айтам да, көкем, мен еркекпін ғой, қатын өсекте қатын әңгімеде нем бар менің деймін да. Жалпы ағайын, шынымен де TikTok пен Instagramда шықпасаң, мөлдірмен Тұрсынбек, комментарийда быт-шыт болып бір-бірлерімен қырылып жатыр сол жақтағы адамдар. Мен ойлаймын да, сонда бізге өзіміздің өмірімізден біреудің өмірі қызық па? Неге біз өзіміздің өмірімізбен айналыспаймыз?